Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен бүгін әдебиеттік оқу 2 сынып 73 сабақ. Сабақтың тақырыбы Қожекеңде қонақта. Балалар, бүгін әдебиеттік тануда барлық тапсырмаларды орындаймыз, сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге берілген Қожекеңде қонақта бүгінгі сабақта оқиғаның дамуын түсінесің, мәтін үзіндісін басқа үлгімен салыстырасын делінген. Бірінші тапсырма: Алдар көсе, Қожа Насыр жайлы не білесің? Оларға қатысты сөздер ойластыр. Алдар көсе мен Қожа Насыр туралы мультфильмді көр. Өмірде болған адамның басынан өткен әңгімені аңыз дейді, балалар. Ал балалар, біздің бірінші тапсырманың жауабы: Қожа Насыр есімі және оның әңгімелері бүкіл мұсылман түрік елдерінде кең тараған. Тіпті сондай диаспоралары бар Батыс Еуропа, Америка тараптарында да кездеседі. Ол Қожа Насыр Ходжа Насреддин, Молла Насреддин, Насреддин әпенді деген атаулармен белгілі. Өзі қуақы, әңгүдік, аңқау, аңғал, қу, тіпті кейде ақмақ болып көрінеді. Бірақ соның бәрінде жайсан, жақсылыққа жаны құмар, байлықты, даңғойлықты жақтырмайтын, халықтың көңілін көтеретін сайқымазақ ретінде ел есінде сақталған. Балалар, Қожа Насыр. Енді Алдар көсе. Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакердің, зерделі қудың жиынтық бейнесі. Алдар көсе өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырады. Оның мақсаты Саранбайды, Пайдакүнем, саудагерді, Озбыр ханды, тағы да басқаны әжуа ету екен. Балалар, бұның сіздер мультфильмінде, киносында көрген болатыныздар. Өте қызық әрі күлдіргі болатын. Балалар, ендеше келесі тапсырманы қарайық. Ал балалар, келесі екінші тапсырма: Қожеке, мына көлден неше шелек су шығар екен деп сұрапты. Қожа Насыр қалай жауап береді деп ойлайсың? Қожа Насыр ойланбастан: осы көлде шелек тапсаң, бірақ шелек шығады деп жауап беріпті. Қожа Насырдың жауабына өз пікіріңді білдір делінген. Үшінші тапсырма: түсініп оқы, 3 сом. Бұл аңыз әңгіме. Бір күні Қожа Насыр Алдарға: мына 3 сомға бір қой сатып әкел депті. Жарайды дейді де, Алдар бір қойшыға келіп: ата, мына 3 сомға бір қозы берші деп жалынады. Қойшы қуанып бір қозы береді. Біраздан соң Алдар қайтадан келіп: ата, 3 сомды да қозы да сенікі, маған бір тоқты бер депті. Қойшы қуанып бір тоқты береді. Біраздан кейін Алдар қайтадан келіп: атажан, 3 сомды да қозы да тоқты да сенікі болсын, маған бір қой бер депті. Қойшы қуанып: таңдағаныңды ал дейді. Алдар қойды Қожекеңе әкеліп беріпті. Ал балалар, бізде келесі 4-ші тапсырма: оқиғаның дамуындағы өзгерістерді анықтаңдар делінген. 3 сом, 3 сом, 3 сом делінгенде олжалы болған кім делінген. Олжалы болған ол бізде Қожа Насыр. Өйткені Алдар көсе қойды соған алып барып берді. Балалар, мұнда суретте бізде қой және де қозы көрсетілген. Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және де қазақ әдебиеті, математика сабақтарының барлық жауаптары бар. Ал балалар, келесі бізде 5-ші тапсырма: көрген мультфильмдердің мен мәтінді пайдаланып, берілген пікірлерге нақты дәлелдер келтір делінген. Бізде кестеде Алдар ақылды, Қожа Насыр тапқыр делінген. Мультфильмде, мәтіндерде делінген. Ал балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.